Қош келдіңіздер достар. Жаңа қала 2-ші бөлім. Күткендеріңіздей, ал видеоны бастаймыз. Тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ал біз видеоны бастаймыз. Анашым мен көшеге шығып қыздармен танысып келген. Жарайды, көшеге шыққанда абай болып жүрем қызым. Бұл жаңа қала, бұрынғы қалада емес. Иә, білемін ғой. Сосын басқа киім киіп шық. Жақсы. Так, мен қай киімді кисем болады? Қыздармен танысып, дос болып кетемін деген ойдамын. Осыны киейін. Нормально. Мынаны алып қояйын. Так, мен онда кеттім. Мен видео түсіріп жүрейінші. Ато ішім пысып кетеді. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер достар. Қызым тағы да видео түсіріп жатсың ба? Қойшы осы камераңда. Сатып алып бермеймін де керек еді. Анашы, мен өзім сатып алдым ғой. Қойыңызшы. Ой, жақсы барсаң баршы. Жарайды, мен кеттім. Достар, бізде видео. Қыздармен танысы болады. Анашы, мен баскетбол ойнаймын. Мен баскетболға қатысып тұрамын деп едіңіз ғой, осы қалаға келгесін. Балам, не болды сонша баскетбол деп. Жарайды, мен кеттім. Мен кішкене телевизор қарап отырамын. Жақсы. Мен баскетболымды ойнай беремін. Достар, енді біз қыздармен танысуға кеттік. Достар, қараңыздар, мен жаңа қалаға келіп, осындай жерге келдім. Өте күшті қала, маған қатты ұнады. Қараңыздар, өте күшті қала екен, маған қатты ұнады. Мына қыз кім? Келіп алып, шу шығарып жүрген. Сол қызбен танысайықшы. Достар, бұл қыздың есімі Айсезім, ал бұл қыздың есімі Сезім. Айсезім танысайықшы деймін. Қарашы, видео түсіріп камерасы да бар екен. Қойшы. Мен мына қыздармен танысайын. Сәлем қыздар. Сәлем. Сенің есімің кім? Менің есімім Рансая. Ал сенің ше? Сезім. Ал мына қыздың есімі Айсезім. Екеулерін бір үйде тұрмайсыңдар ма? Жоқ, бір үйде тұрмаймыз. Сосын сен жаңадан келдің бе? Иә, жаңадан келдім. Ауылдан келген білініп ақ тұр екен ғой. Жоқ, мен ауылдан келген жоқпын, оны кім айтты? Енді ауылдан келгенің білініп тұр да. Айсезім, қойшы. Не сонша? Иә, жүрші кеттік Сезім. Кешірші. Біз кетуіміз керек. Жарайды. Сау болыңдар. Мен саған осы қаланы таныстырам деп едім, бірақ. Жарайды, бара берші. Рахмет. Ана қызбен дос болып кету керек еді. Қой салшы, дос болмау дегенді. Сен осы бәріне дос болмау деп не істеп кетесің, иә? Қызым, кеттік, жүреға үйге барамыз. Иә, қызым, жүрсің де. Иә, анашым. Анашым, сосын қалаға бір қыз келіпті. Иә, ол кім қыз екен? Иә, анашым, бір қыз келіпті. Өте жақсы, мейірімді қыз екен. Жаным, сол сенен асқа мейірім жоқ қой, жаным. Иә, кім екен ол қызым? Ол білмеймін, бір ауылский сияқты. Жүрге танысайық онда. Иә, жүріңдер, танысайық. Дос болып аласың, қызым, мойындама. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Рансая. Сәлем, мен мына Айсезімнің анасы боламын. Ал мен Сезімнің анасы боламын. Сәлеметсіздер ме? Мына камераң күшті екен. Қайдан алдың? Мен өзімнің бұрынғы қалам өте күшті, сол жақтан камера өте көп, камера сол жақтан алғанмын. Қандай күшті, өте әдемі екен, иә? Иә, әдемі екен. Соның затына қызығасыңдар ма? Жүріңдер одан да.
соны айтам. Не болды сонша сіздер? Жоқ, оларға мән берме, олар өзі сондай. Келе ғой. Одан да отырып сөйлесейік, әңгімелесейік. Айсезім. Қойшы, Айсезім. Сезім. Жүр кеттік дейікші. Кел отырайық. Біздің қала өте күшті. Мына жақта. Жүре ғой, біз сені қаламен таныстырайық. Иә. Бірақ ата-анама баруым керек. Сендер қай жақта тұрасыңдар? Мен қазір көрсетем. Жүріңдер. Жарайды, кеттік. Міне үйге де келіп жеттік. Кіріңдер, көріңіздер. Ең қандай күшті? Иә, ең күшті екен. Анаң қайда? Ана менде, анашым. Ой, қонақ келдік пе? Не болды? Қазір барып қайтайын. Иә, не болды? Сәлеметсіздер ме? Сіздер кімсіздер? Мына Жансая деген менің Сезім деген қызым, Жансая деген қызыңызбен танысып дос болып алды. Мен сіздер көршілеріңіз болам. Қандай күшті? Кіріңіздер. Төрлетіңіздер. Отырыңыз. Балам, отыра ғой. Келе ғой. Сезім, сен де отыр анаңның қасына. Иә, жай келдіңіздер ме? Сіздермен танысуға келдік. Қазір мен дастарханға бірден қойын. Сіздердің келетіндеріңізді білгенде дастархан жайып күтіп алатын едім әдемілеп. Міне, ай, Сезім саған осындай не? Балмұздақ мәнше ғой. Анашым. Ту, балам, қойшы, бар ойнашы. Жарайды. Мен балмұздағым берген несі? Отырыңыздар. Мен қазір дастархан жайып жүрейін. Сіздер ар жаққа барып не? Қыздар ар жаққа барып ойнай тұрыңдар, жай ма? Жарайды. Үйлерің қандай күшті. Жүр, мен саған әлі үйді көрсетем. Мұнау анамның және інімнің бөлмесі. Қандай күшті. Ана менің бөлмем. Күшті екен. Иә, маған да ұнады. Сосын ана Айсезім деген қыз бір түрлі екен. Иә, ол өзі сондай. Сен лампаң бар ма не? Иә, бар. Еще шкафымда түрлі киім бар. Мына шкафымда ештеңе жоқ. Бұл менің сүйікті ойыншығым. Ал сендердің әкелерің қайда? Әкеміз уақытша жұмысқа кеткен. Жарайды. Жүр, кеттік, отырайықшы. Жарайды, отырайық. Мен мына қонжығымды осында тастап кетейін. Кеттік ендеше. Ініңнің ойыншығы көп екен ғой. Иә, ол бәрін зерттейді жүреді. Иә, үйлеріңіз күшті екен. Иә. Біздің қала өте күшті негізі. Иә, білмеймін. Сіздің жұбайыңыз қайда? Ол ма уақытша жұмысына кеткен. Сезім, келе ғой. Қыздар, келіңдер, тамақ ішіңдер. Иә, келдік. Ендеше, мына кішкентай балаңыз ба? Өте сүйкімді екен. Иә, тентек. Анашы, маған да шай. Ой, міне балам. Ала қойшы. Бірінші қонаққа беру керек, әкеле ғой. Ту, қонақ деп қоймаңыздар ғой. Бар балам, сен ойнап жүре ма? Мына әпкең үшін шайды. Басқа кесе жоқ бізде. Жарайды. Шайдан алып отырыңыздар. Тамақтан алыңыздар. Тамақ өте дәмді болыпты. Иә, дәмді болған. Жақсы, онда біз тұрайық, кетейік. Біздің үйге де келіңіздер. Иә, барамыз бұйырса. Пока, Сезім. Пока.
кажется. Хап, сонда кеттік. Айтқанда менің есімім Әсел. Ал менің есімім Айсұлу. Жақсы онда Айсұлу. Сау бол, Әсел. Так, қызым мына жер жинап бастайық тез-тезден. Анашым, мана қыз Сезім деген қыз менің әкемді сұрады, не дерімді білмей уақытша жұмысқа кеткендерін. Мен де дәл солай дедім. Мә, анашым екеуміз де бірдей сөз айтыппыз ғой, иә? Иә, посуданың бәрін жуу керек енді. Мына жерді қойып қояйыншы шайнекті. Келе ғой. Бәрін салып тастайық. Посудадан кейін жуармыз. Мен жуып тастайын. Сен бара бер қызым. Жарайды. Не істеп отырсыңдар, қызым? Жай отырмын. Мен телевизор қарайын. Ал мен барып блокнот толтырамын. Ручка алайыншы. Достар, осымен екінші бөлімі аяқталды. Үшінші бөлімді күтіңіздер. Жақында шығады. Тіркеліп, каналға лайк басып кетіңіздер. И колокольчикті басып кетіңіздер. Видеоларды тамаша. Келесі үшінші бөлім жақында шығады. Сау болыңыздар.